Ұстаз — ұлы тұлға. Ұстаз адамгершіліктің ең жоғары үлгісі. Ұстаз өзінің бар күшін аямай, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне бел буған періште. Ұстаз бұл қасиетті мамандық иесі. Осы қасиетті мамандықтың иесі Усейінова Ипарем Усейінқызы. 1955 жылы 3 мамырда Ұйғыр ауданы Кіші Дихан ауылында дүниеге келген. 1961 жылы бүгінгі күні халық қаһарманы Мөрдін Сейіпов атымен аталған Октябрь орта мектебіне кіріп, 1971 жылы үздік аяқтаған. 1972-73 жылдары Октябрь орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс атқарады. 1973 жылы Алматы педагогикалық шет тілдері институтына түсіп, 1977 жылы бітіреді. 1977-81 жылдар аралығында өз ауылындағы мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс атқарады. 1981-82 жылдары аудандық кешкі мектебінде жұмыс істейді. 1982 жылы зейнеткерлік жасына дейін Абдулла Розбакиев атындағы орта мектебінде ағылшын тілі пәні болып жұмыс атқарып, құрметті демалысқа шықты. Өзінің ұстаздық еткен жылдары көптеген аудандық, облыс, республикалық марапаттарға ие болады. Оқушыларға білім беріп қана қоймай, әртүрлі іс-шараларға қатысты. Анаға қарап қыз өсер, атаға қарап ұл өсер дегендей, бүгінгі күні тұңғыш қызы Мусаева Гүлвира номері 50 мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істейді. Ұстаздық өмірінде көптеген шәкірттерге білім беріп, республикамыздың түкпір-түкпірінде ізін басып ұстаздық етіп келеді. Ұстаздан шәкірт озар деп дана сөзінің куәгері, мақтанышы Джамалдинова Зухра қалалық жоғары медициналық колледжінде ағылшын тілі мұғалімі, Муртузаева Рамина қалалық номері 110 гимназия мектебінде ағылшын тілі мұғалімі, Мұнурова Диара ауданымыздағы номері 3 Илья Бахтия атындағы орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеп келеді. Сондай-ақ айтқым келгені, мен Абдулла Розбакиев атындағы орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі жаңадан жұмыс бастағанымда маған тәлімгер болып, ағылшын тілінде сабақ беру шеберлігінің барлық қыр-сырын үйреткен ұстазыма үлкен алғысымды айтамын. Бүгінгі күнде 3 баланың анасы, 4 немеренің әжесі, балалары жоғары білімді, өмірде өз орындарын тауып, еліміз үшін қызмет атқарып, немерелері мектептеріміздің мақтанышы, үздік оқушылары, осы балаларының қуанышына, жетістігіне Мусаев Мартин ағамызбен ортақ болып, төрінде отырып, бақытты өмір сүруінде. 40 жыл ұстаздық етіп, бүгін құрметті демалыста жиі ана мектебімді, ұстаздық кәсібімді еске алып жүретін кездерім бар. Мен жай ғана ағылшын тілінің ұстазы болып қалған емеспін. Балалық шағымнан 1961-71 жылы аралығында Октябрь орта мектебінде оқып жүрген кезде бізге Ваджитов Имін аға деген кісі сабақ берген. Марқұм ағылшын тілінде сөйлеп, "Good morning children, in the picture I can see" деп кірген кезде өте қызығатын сол тілге. Мен де сол ағылшын тілінің маманы болсам екен деп армандадым. Сол арман жетелеп 40 жыл бойы сол ағылшын тілінен сабақ беріп келдім. Ендігі айтарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш, артымызда өсіп келе жатқан жеткіншектер және жас ұстаздар
біздің жолымызды берсе екен дейді. Қазір құрметті демалыста жүрсек, әр түрлі үй шаруасындағы жұмыстармен және өзімнің сүйікті жұмыстармен шұғылданып жүрмін. Гүлмен және тігіншілікпен айналысу ол менің хоббиім.